Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Шығыс өңірінде арнайы мамандар су деңгейін бақылауда ұстап отыр. Егер жағдай кенет ушығатын болса, 2000-нан астам адам мен 1000-ға жуық техника сақадай сай. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті осылай деп мәлімдейді. Мамандардың сөзіне сүйенсек, Күршім, Тарбағатай, Зайсан аудандары мен Өскемен қаласының маңында қар жоқ. Дегенмен өңір аумағының 67% әлі де қыс көрпесінің қымтанып жатыр. Қар жылдам еритін болса, су деңгейі көтеріліп, тау бөктерінен қарғын су ағылуы мүмкін. Күн райына қатысты жасалған ескерту әлі күшінде. Сондықтан аймақтағы су айдындары тұрақты бақылауға алынған. Қазір құтқарушылар үйді аралап, тұрғындарға қауіпті кезеңдегі тәртіп пен ережені түсіндіруде. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қарғын сумен күресуге жергілікті атқарушы органдар мен азаматтық қорғау қызметтерінен 2270 адам жасақталған. Сондай-ақ 732 техника, 61 жүзу құралы және 234 мотопомба дайындалған. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев жұмыс сапары барысында Риддер жылу электр орталығының ахуалын қадағалады. Қазіргі уақытта нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Биылғы маусымда жылу орталығында ақау болмаған айтуымыз керек. Өткен жыл ауқымды жөндеу жүргізілді. Мәселен, электр сымдары жаңартылып, қазандықтар, жылытқыштар, турбогенераторлар және теміржол жөнделді. Сол жол мен жылу электр орталығына қазір көмір және мазут жеткізіледі. Сондай-ақ былтыр қала магистралінің 2,10 шақырымы жөнделіп, 4,16 шақырым жаңа жол салынған. Жөндеуден кейін жылу электр орталығы кідірмей жұмыс істейді деуге болады. Өйткені биылғы маусымда жылу электр орталығында жұмысында небәрі 5 рет екінші дәрежелі ауытқу болған, ал өткен маусымда 65 рет екінші дәрежелі, 5 рет бірінші дәрежелі ауытқу болды. Риддер жылу электр орталығы биылда жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Мұз үстімен мал айдап өтпек болған Шығыс Қазақстан облысының тұрғынының денесі табылды. Естеріңізге салайық, кеше Катонқарағайдағы Жамбыл ауылдық округінің полиция бөліміне Бұқтырма өзенінен мал айдап өтпек болған салт атты адамның жоғалып кеткен туралы хабар түсті. Ал өлі табылған кейін полиция мен жергілікті атқарушы органдар бар күшті іздеу жұмыстарына жұмылдырған. Бүгін облыстық полиция департаменті тұрғынның денесі табылғанын хабарлады. Мәйітте жарақат белгілері болмады. Бұл факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Сараптамалар тағайындалады деп мәлімдеді Шығыс Қазақстан облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі. Айта кетейік, дәл қазір өңірде тасқын қаупі күшейіп тұр. Мамандар күн райына қатысты жасаған ескерту әлі де күшінде. Кез келген абайсыз әрекет адам өміріне қауіп төндіреді. Барлық сақтық шараларын қатаң сақтауды сұраймыз, деді ескертті төтенше қызмет өкілдері. Шығыс Қазақстан облысында сәулелік диагностикалаудың инновациялық әдістері қолданылады. Өткен жыл облыста колоректорлды қатерлі ісіктің 245 жаңа жағдай анықталды. Шығыс Қазақстан облысының көп салалы онкология және хирургия орталығының сәулелік диагностика бөлім меңгерушісі Малика Мейірманова атап өткендей, қатерлік ісіктермен күресте ерте анықтау шешуші роль атқарады. Виртуалды колоноскопия бұл тоқ ішектің ішкі бетінің егжей-тегжейлі суреттерін алу үшін компьютерлік томографияны қолданатын заманауи инвазивті ем-шара. Колекторальды қатерлі ісікті диагностикалаудың ең озық әдісі болып саналады. Бұл тәсіл науқастарды полиптер мен обырды жоғары дәлдікпен анықтауға кепілдік береді. Біз тоқ ішекті колоноскоппен зерттегендей көре аламыз, дейді Малика Мейірманова. Орталықтың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Шығыс Қазақстан облысының көп салалы онкология және хирургия орталығы медициналық қызметінің осы түрін Қазақстанда алғашқылардың бірі болып енгізді. Бұл 2018 жылы клиникаға 128 бөлімді КТ аппараты орнатылуымен байланысты. Айта кетейік, 2020 жылдан бастап онкологиялық орталықта 50-ге жуық науқас виртуалды колоноскопияның көмегімен тексерілді. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің ұжымы Ақтөбе облысына гуманитарлық көмек жіберді. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтеріне сүйенсек, тасқын болған аймақта 1300-ден астам үй су астында қалған, ал мал шығыны 8.000-ға жуықтайды. Оған қоса 64 елді мекенде көлік қозғалысы тоқтаған. Жоғары оқу орнында қызметкерлері мен студенттер зардап шеккен тұрғындарға азық-түлік, су тазартуға арналған сүзгілер және гигиеналық құралдар, тұрмыстық химия, дәрі-дәрмектер мен жылы
көрпе, жастық, тұрмыстық керек жарақтар жинақтаған. Табиғи апаттан зардап шеккен тұрғындарға көмек қолын созу әрбір азаматтың борышы дейді студенттер. Облыста Шығыс маман өңірлік ипотекалық бағдарламасы басталды. Үстіміздегі жылы Қазақстан бойынша біздің облыста алғаш рет пилоттық түрде Шығыс Қазақстан облысының жылу энергетикасы саласының қызметкерлерін қолдауға және ынталандыруға бағытталған. Қазіргі күні облыс халқына 3 жылу электр станциясы мен 32 коммуналдық мекеме қызмет көрсетіп жатыр. Оларда 2,5 мыңнан астам адам жұмыс істеп жатыр. Шығыс маманы ипотекалық бағдарламасын жүзеге асыруға облыстық бюджеттен 300 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл қаржыға биыл 15 маман алғашқы және қайтарма нарықтан несиеге пәтер немесе үй сатып ала алады. Бағдарламаның әкімшісі Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы. Бағдарлама отбасы банк акционерлік қоғамымен бірлесе іске асырылады. Несие облыстық жылу энергетика саласының қызметкерлеріне жылдық 5% сыйақы мөлшерлемесімен беріледі. Пәтер алатын маман несиені бірден 5% мөлшерлемемен төлейді. Кейіннен несие пайызы 3,5%-ға төмендетілмек. Несие қарызы 20 миллион теңге дейін беріледі. Тұрғын үй құны асып кеткен жағдайда айырманы өтініш беруші өз қаражаты есебінен қосымша төлейді. Алғашқы жарна үшін баспана алушы азамат тұрғын үй құнының 10%-ын алдын ала банкіге салуы тиіс. Несиелеудің жалпы мерзімі 19 жыл. Өскемендегі юбилейный кинотеатрында 8-13 сәуір аралығында Юби Франс 24 француз кинофестиваль өтеді. Мәдени шара Франция елшілігінің қолдауымен Қазақстандағы франкофон көктем фестиваль аясында ұйымдастырылады. Фестивальді еліміздегі Франция елшілігінің өкілімен сол күні көрсететін эссіздік картинасының режиссері Чарльз Герен Сюрвиль бірге ашады. Өскеменде 7 фильмнің премьералық көрсетілімі өтеді. Билет құны 500 теңге. Билеттерді кинотеатр кезет сайтынан және кинотеатр кассасынан сатып алуға болады. Австралиялық компания Катонқарағайда экотуризмді дамытпақ. Жуықта австралиялық Pickup Hospitality компаниясы Катонқарағай мемлекеттік ұлттық паркіне келді. Ұлттық парктегі экологиялық туризм жайлы презентацияны ұсынып, оның даму концепциясы қарастырды. Қордың тапсырмасы бойынша олар өңіріміздегі туризм дамуының мастер планын жасап шығарды. ITB Берлин алаңында қазақ туризм басшысымен бірге Pickup Hospitality компаниясымен кездесу өткізген болатын. Туристік консалтинг бойынша әлемнің ең ірі 5 компанияның қатарына кіреді. Әлем бойынша 21 елде филиалдары бар. Тәжірибелер өте мол. Канада, Испания, Венгер, Абу-Даби, Оман, Грузия сияқты 27 елде туризм мастер пландарын даярлаған деп жазды Катонқарағай мемлекеттік ұлттық паркі әлеуметтік желідегі парақшасында. Бүгін қасиетті Қадыр түні 5 сәуірден 6 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Бұл түнді Алланың разылығы үшін ғибадат жасап, намаз, көбірек Құран кәрім оқып, уағыз тыңдап, барынша құлшылықпен өткізген абзал. Қадыр түнінің ғибадаттарын мұсылмандар мешітте де өз үйінде де атқара алады. Үйде діни кітап оқып, құлшылығын жасай алады. Бұл түні адамдардың сыртынан ғайбаттап, өсек айтуға, ішімдік ішуге, жанжалдасуға, дауласуға болмайды. Достарымен көңіл көтеріп, ән айтуға, билеуге, сауық кештерін ұйымдастыруға тыйым салынған. Теледидардан ойын-сауық бағдарламалар мен фильмдерді көруге болмайды. Оның орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Ендеше мың айдан хайырлы Қадыр түнінде қасиетті Рамазан айында тілеген тілектеріңіз, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Болашақ Рамазанын көруге баршамызға жаратушы нәсіп етсін. Құрметті ағайын, біз түйіндедік. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.